Ассаламу алейкум. Chevrolet Ravon Cobalt жүргізушілер. Мотор майын ауыстырайын деп жатырмын. Но енді қазіргі уақытта шығады шықпайтын белгісіз. Осыдан кейінгі басқа майлың түрлері шығуы мүмкін деп сатушылар айтып жатыр. Енді мотор майын 10 мыңға дейін жүгірдім әдейі. Осы қыс айында мына майды сылап көрдім. Аяз уақытында. Жаман көрсеткіш көрсеткен жоқ. Сальниктер бәрі орында. Мотордың оригинал май өзінің. Енді мақтанып отырған емес, жақсы көрсеткіш көрсетеді. Осы майдың қалыңдықтары 5 литрліктер шыққан. Бәрі дексасы бәрі бірдей. Осы майды қазір бұйырса құямыз. Қалыңдықтар шешілді 4 болтпен. Одан кейбірі білмей жатады. Осы жерден 15 болтпен шешіледі. 15 екен. Одан кейін мынандай фильтрді шешкенде мына жерде датчикке әсер етуі мүмкін. Сондықтан мынандай қаңылтыр қойып қойдым. Қаңылтырдың өзі май болды ма? Көрдіңіздер ме? Сіздерге көрініп тұр ма? Осы қаңылтырды қойып картонды қойып фильтрді таққандарыңыз дұрыс болады. Мына жерде датчиктер бар. Соларды жауып тастаған жақсы астың жақта.